Әлемде ең көп мешіттер бар топ 5 мемлекет. Ең аз мешіттер бар мемлекеттерден бастайық. Солтүстік Кореяда бар болғаны бір мешіт тіркелген. Ол Иран елшілігінің аумағында орналасқан. Бутан, Андорра, Лихтенштейн, Эстония, Ватикан сияқты мемлекеттерде мешіт саны 0-ге тең. Ал видео соңында Қазақстанда қанша мешіт бар екенін айтатын боламын. 5-ші орында Түркия. Мұнда минареттер әр қаланың көрінісін толықтырып тұрады. Елде 85 мыңға жуық мешіт бар. 4-ші орын Сауд Арабиясы. Мекке мен Медина исламның екі басты қасиетті мекенінің отаны. Мұнда 94 мыңнан астам мешіт бар. 3-ші орында Пәкістан. Үлкен мұсылман халқы бар бұл елде шамамен 300 мыңға жуық мешіт бар. Олар әр ауылда, әр қалада және мегаполистерде кездеседі. 2-ші орында Бангладеш. Мұнда мешіттер саны 350 мыңға жетеді. Бұл халқы тығыз орналасқан және ислам басым елдердің бірі. Ал 1-ші орында Индонезия. Бұл елде 800 мыңнан астам мешіт бар. Олар әлемдегі ең үлкен мұсылман халқының қажетін өтейді. Ал Қазақстандағы мешіт саны 2888. Бұл Қазақстан мемлекеттік діни басқармасының 2024 жылғы деректері.